Махинур мен Синан Мелекке бар шындықты айту үшін келеді. Бірақ Мелек сол кезде Тахирдің басында отырған еді. Махинур Мелектің Саудатты қаншалықты жақсы көретінін көріп, қызы оны қабылдамайды деп ойлайды. Сондықтан ештеңе айтпастан кері қайтып кетеді. Осы арада Генджо мен Бихрам ұзақ сөйлесіп, бір-біріне ішіндегі өкпелерін ақтарғаннан кейін ақыры қайта татуласады. Ал ақсақал Жабхарға хабарласып кеңесті дереу жинауды тапсырады. Бірақ бұл жолғы кеңестің күн тәртібі өзгеше болады. Ақсақал Доғанды бүгін өлтіру керек екенін айтады. Өйткені ол Доғанның шындықтың бәрін түсініп келе жатқанын біліп қойған. Дәл сол кезде Чаглада жиналысқа кіріп, Шим-Шикке: «Ханжи оғлулардан менің де алатын кегім бар. Мен саған көмектесемін» дейді. Бірақ Чагла Шим-Шиктің шын мақсаты Доғанды өлтіру екенін әлі білмейді. Жоспар бойынша Жавхар Доғанға барып, Шим-Шиктің мекен-жайын жасырын түрде бергендей болады. Ал Шим-Шик Чагланы кездесуге шақырады. Осы уақытта Сифа шыдай алмай, Гүлшенге шындықты айтып қоймақ болғанда, оны ақсақал көріп қалады. Ақсақал Сифаны қорқытып, аузын жабуға мәжбүр етеді. Сина мен Доған кездесуге дайындалып жатқанда, Дидем мен Махинур Чаглаға хабарласуға тырысады. Бірақ Чагла телефонға жауап бермейді. Кеш қарайып түн түседі. Шим-Шик арнайы бір кеш ұйымдастырады. Оның жоспары бойынша Доғанға жалған адам жіберіліп, оны сол жерде өлтіру керек еді.